Соңғы жылдарда пандемия дедік, әлемді үйқамаққа отырғыздық. Түрлі жағдайлар болып жатты. Түрлі ұлтараздық соғыстар жүріп жатыр. Енді осы өткендегі сұхбатымызда айтқандай әлемдік жоба бар екенін айтып кеттіңіз. Олардың өздерінің жоспарлап отқан бағдар бар екенін айтып кеттіңіз. Мына айтып отырған пандемияда, айтылып отқан жаңағы Украинадағы соғыстарда осының бәрі солардың жобасы ма? Жоқ әлде бұл бізге тек солай көрініп тұр ма? Пандемия мәселесі 1960 жылы шыққан Ухань 2019 дейтін кітап болған. Кейін қарап отырсақ, сол болған оқиғалардың барлығы сол кітаптың ізіменен жүріп отырады. Енді алысқа бармай-ақ қояйық, осы 2-3 күн болды, Қазақстанда маска ки деген бұйрық шықты. Қазақстанның санитарлық бас дәрігерінің өкіміменен. Бұл деген не нәрсе? Қарасаңыз, пандемия деген қай уақытта мемлекетте қабылданады? Егер халықтың 8-9% сол ауру індетке шалдықса, сол кезде барып қабылдану керек. Ал кешегі мағлұматтарға қарасақ, интернеттен Астанада, Алматыда небәрі 300-ге жетпейтін ғана адам сол вирус шыққан сияқты. Соған пандемия жариялап отыр. Міне, бұл деген не нәрсе? Бұл деген сол біздің басшылыққа бұйрық беріп отыр. Өткендегі айтқан құпия ұйым, оны енді бір жерлерде глобальный продиктор дейді, кей жерлерде закулисы дейді, кей жерлерде тайное мировое правительство дейді. Енді оны өткен сұхбатымызда біраз айттық. Міне соның салдары. Мен бір кітап ала келдім. Мынау Юрий Мухин дейтін, бұрын Қазақстанда Екібастұзда қызмет істеген Днепропетровскінің азаматы. Екібастұзда үлкен зауыт болған, кеңес үкіметінің кезінде сол зауыттың директорының орынбасарына дейін көтерілген азамат. Осы жігіттің 10 шақты кітабы бар. Кейіннен Ресейге көшті, сол Мәскеуде тұрады. Мынау өзінің басынан өткен уақиғаны осы кітапта жазады. Мұны енді көрсетуге болады, айтуға болады. Міне, бұның барлығы алдын ала ойластырылған нәрсе. 1960 жылы бір суретшінің салған суреті бар. Адамзат 2022 жыл дейді. Сонда әрбір адам өзі арбаның сыртында пластиктен жасалған ыдыс, соның ішінде кетіп бар жатыр. Ешкімнің қатынасы жоқ, жаңағы қазіргі сырғанап жүретін екі аяқты немен жүгіріп кетіп бар жатыр адамдардың барлығы. Міне соның барлығы алдын ала жоспарланған. Оның ар жағында кімдер тұр? Ар жағында жаңағы бір сөзбен айтқанда ақшаның қожайындары тұр.